Осы сабақта біз Паскаль заңы және гидравликалық пресс тақырыбын қарастырамыз. Паскаль заңы дегеніміз не? Паскаль заңы дегеніміз ол сұйықтар мен газдардың ішіндегі қысым барлық бөлікке бірдей тарайтынын айтатын заң. Сонда сұйықтар мен газдардың ішіндегі қысым барлық бөлікке, барлық нүктелеріне бірдей және бірдей бағытта беріледі деп айтсақ болады. Сонда былайша айтқанда бір қандай да ыдысты алатын болсақ, ол ыдыстың ішінде тұрған газдың барлық бөлігіндегі қысымы барлығы бірдей деген сөз. Бір жағында қысым көп болып кетті, бір жағында қысым аздау деп айтпаймыз. Барлық бөлігінде қысым бірдей. Мысалы, ыдыстың еденіне қандай қысым түссе, оның төбесіне дәл сондай қысым түседі, жан-жағында қабырғаларға дәл сондай қысым түседі деп айтамыз. Сұйықта да дәл сондай ситуация. Қандай да ыдыстың ішіне бір сұйықты алатын болсақ, сол сұйықтың ішіне берілетін қысым барлық бөлікке бірдей тарайды. Мысалы ретінде өмірде сұйықтарға байланысты мысал келтірсек болады. Динамитпен балық аулайтындар бар, көлдің ортасына барады, динамитті жаңағыдай салаттағыны соны атқан кезде динамит жарылғаннан кейін сұйықтардың айналасында судың барлығына соның қысымы жарылғаннан кейін бірдей таралады, бірдей беріледі. Сөйтеді дағыны сонда үлкен қысымда жаңағыдай тарағаннан кейін балықтар жаңағы өліп қалады, сөйтіп судың бетіне шығады, соны сүзіп алып кете береді мысалы. Сонда сұйықтар мен газдарда орындалатын заң екен Паскаль заңы. Қысым барлық бөлікке бірдей тарайды. Бір жағынан көп болып кетті, бір жағынан аз болып қалмайды, қысым бірдей. Енді осы Паскаль заңына негізделіп бізде гидравликалық машиналар жасалады. Гидравликалық машина дегеніміз ол мынандай нәрселер. Мынау цилиндр ыдыс. Так, бір цилиндр ыдысымыз. Екінші қасында дәл сондай цилиндр ыдыс, бірақ кішкене кішілеу. Мына көлденең қимасының ауданы кішкентай. Мынау үлкен, мынау кішкентай. Енді осы екі ыдысты түптері бір-бірімен жалғанған болады. Мысалы ретінде былай жалғанып тұрсын. Енді осы ыдыстың ішіне біз қазір май не болмаса су құямыз. Енді обычно неде техникаларда май құяды. Енді сұйықтың қандай қасиеті бар? Сұйықтың тағы да бір қасиеті сұйық сығылмайды деген қасиеті бар. Осыны қолданамыз. Мысалы ретінде мынаны қазір енді жаннан сыраста берейін. Мына жерге май толтырып құямыз. Енді мына беті қалай толса, тура осылай мына бетінен де толады. Демек, мынаның ішінде қазір бізде май бар деп қарастырамыз. Мына судың ішінде, жалпы ыдыстың ішінде су немесе май тұр. Пока май тұр. Енді осының бетіне біз поршын жабамыз. Майдың бетімен бірдей болатындай қылып, сұйықтың бетімен бірдей болатындай поршын жауып қойдық. Мына жаққа да тура соның бетімен бірдей поршын жабамыз. Енді бүйтеміз. Мен қазір мына үлкен поршында S1 деген әріппен белгілеп қояйын. Кішкентай поршынның ауданы S2 болсын. Төбесіне қандайдар F деген күш түсірем. Төбесіне былай қарай F1 деген күш түсірем. Демек, қандайдар F күш мына S поршынның ауданына түседі. Сол кезде ода мынандай қысым пайда болады. P1 тең болады. F1 бөлінген S1 деген қысым пайда болады. Енді ол поршын кімді қысады? Суды қысады, астына тұрған майды қысады. Осы сұйық сығылған қысым түскеннен кейін ол қысым барлық бөлікке бірдей тарайды. Жан-жағының барлығына бірдей тарайды. Және де мынау арқылы, так, мынау екеуі жалғанып тұр ғой, мына жаққа да таратады сол қысымды. Мына жаққа түсіп жатқан қысым барлық бөлікке тарайды, мында да тарайды. Сол үшін мына поршын жоғары қарай көтеріліп кетеді. Егер біз мына поршынды басатын болсақ, мына поршын жоғары қарай көтеріледі. Енді келесі мәселе, сол поршын көтерілмеу үшін біз оны мына төбесінен қандайдар F деген күшпен басып ұстап тұрайық. Ол күш F2 болсын енді. Енді мына жақтан біз F2 деген күш түсіргеннен кейін, онда S2 ауданға түскеннен кейін, оның қысымы P2 тең болады. F2 бөлінген S2 болу керек. Бірақ біз айттық жаңа, сұйыққа берілетін қысым барлық бөлікке бірдей тарайды. Демек, мына жақта қысым көп, мына жақта қысым аз дей алмаймыз. Сол үшін мына қысым мен мына қысым бір-біріне тең болу керек. Егер поршындарды біз тепе-тең ұстап тұру үшін мына жақтың күші көптеу болады қазір, мына жақтың күші аздау, бірақ екі жақтың қысымдары тең болса, мына поршындар е жоғары, е төмен қозғалмайды. Пока бір-бірін тепе-тең ұстай алады деп ойлаймыз. Сол үшін осы екі қысымды теңестіреміз. Сонда F1 бөлінген S1 тең болады бізде F2 бөлінген S2. Мына формула гидравликалық машинаның формуласы деп аталады, немесе гидравликалық пресстің формуласы деп айтамыз. Сонда қысымдары тең екендігін дәлелдейміз, және сұйықтар сығылмайды. Сұйықтарға түсетін қысым мына екі поршынға де түседі деген сөз. Енді поршынның ауданы үлкен болған сайын, оған түсетін күш те көп болу керек. Енді поршынның ауданы аз болса, оған түсетін күш те аз болады, сәйкесінше осындай пропорция шығады екен дейміз. Так, болды. Барлық есепті осы формулалармен шығарып кете береміз. Бұл енді гидравликалық пресс не үшін керек деген сұрақ. Мысалы ретінде салмағы ауыр жүктердің таразыға тарту үшін керек. Мысалы ретінде үлкен поршынның ауданы
кішкентай поршынның ауданынан қанша есе көп болса, демек үлкен поршынға түсетін күш кішкентай поршынға түсетін күштен сонша есе көп болады. Мысалы ретінде, мына үлкен поршынның ауданы кішкентай поршындікінен мысалы 100 есе үлкен болатын болса, үлкен поршынға түсетін күш те кішкентай поршынға түсетін күштен 100 есе көп болу керек тепе-тең ұстау үшін деген білдіреді. Сол арқылы біз таразы ретінде пайдаланып көрсек те болады. Мысалы, мына жаққа 1 кило жүгілсек, мына жаққа 100 килограмм зат қойып қойсақ, екеуі бір-бірін тепе-тең ұстап тұра береді екен деп айтамыз. Енді келесі бір мәселе мынандай естер болады. Жалпы біздің негізгі формуламыз осы, бірақ кейбір есептер былай береді. Мына үлкен поршынға F1 күш түсті, қанша пәленбай ньютон күш түсті дейді. Соның арқасында мынау үлкен поршын мысалы 4 сантиметрге төмен түсті, или 5 сантиметрге төмен түсті деп беріп қояды мысалы. И соның арқасында егер мына поршын төмен түскен болса, мына поршын бізде жоғары көтерілу керек қой. Себебі бізде сұйық сығылмайды. Мына поршын төмен түскенде мына жердегі сұйық ары қарай кету керек. Ол барып мына жақтан шығады. Енді кішкентай поршын сонда қандай биікке көтерілді деген сияқты сұрақтар беріп жатады. Енді ондай кезде біз былай жасап көрсек болады. Мысалы, мына поршындарды мен басынан сызып алайын. Так, былай, былай и былай. Так, бүйтейін. Мына жерде су бар тұғын. Бірінші жағдай деп бір деп қойайын. Мысалы, мына үлкен поршын қандай да бір тереңдікке төмен қарай түсті. Қандай да пәленбай сантиметрге төмен түсті. Бірінші жағдан екінші жағдайға қарай төмен түсті дейік. Енді дәл осындай көлемдегі сұйық мына жақтан шығып кету керек. Сонда мына поршын мына жақтан былай қарай көтеріліп кетті. Мына көлемдегі су или май мына жаққа шығып кетті. Мына көлем мен мына көлем бірдей болады. Себебі сұйық сығылмайды. Мына жақта сұйық кетсе, значит, мына жақта сұйық көтерілу керек. Тек осы жағдайды пайдаланамыз. Жалпы формула осы. Бұны енді қалай пайдалануға болады? Мысалы ретінде біз былайша айтқанда ауыр затты мына үлкен поршынға қойсақ, енді керісінше болып қалады ол кезде бірақ. Ауыр затты мына поршынға қойсақ, кішкентай поршынды біз қандайда күшпен бүйтіп басқан кезде ауыр поршынды бүйтіп көтереміз. Сонда ауыр жүкті көтеру үшін де қолдануымызға болады екен. Енді екеуі дәл осы формуламен теңесе береді, бірақ биіктіктер арқылы қалай ажыратамыз? Сонда мына көлем мен мына көлем тең болса, V-ның формуласы қандай? S көбейтілген H болатын тұғын. Сонда мына жердің көлемі V1 ол S1 H1 болады. Мына жердің көлемі V2 ол S2 көбейтілген H2 болады тағыны. Енді сұйық сығылмасын осы екі көлем тең деп айтсақ, сонда S1 көбейтілген, так, былай жасасақ қалай болады? Так, S1 көбейтілген H1 дивиден мақұл, S2 көбейтілген H2 болсын. Енді бізде S1 мен S2-лерін орнына қазір апарып қоюымыз керек енді осына. Так, не істесем болады? Формуланы мақұл кішкене түрлендіріп алайын, кейін қайтадан орнына қоя саламыз сонда. Так, пока онда бүйтеміз. S1 сол жақта ойда. Онда бүйтейін. S1-ді ар жаққа астына өтсе салайын. Мына формадан бүйтейік. F2 мен S1-дің орнын ауыстырып пропорцияның ондай қасиеті бар. F1 бөлінген F2 тең болады. S1 бөлінген S2 деп алайын. Енді осы жерден қазір S1-ді S2-ге бөлу үшін S2-ні арғы бетке өтсем, H1-ді бергі бетке өтсем. Сонда S1 бөлінген S2 тең болады. H2 бөлінген H1 болсын. S1-ді S2-ге бөлгеніміз H2-ні H1-ге бөлінге тең. Соны әкеп мына жерге қоя салсақ, мына H2 бөлінген H1 болса, сонда мына қатынас F1 бөлі F2 тең H2 бөлінген H1. F1 бөлінген F2 тең болады. H2 бөлінген H1. Енді F1 мен H1-ді бір жаққа, F2 мен H2-ні бір жаққа жатып болсақ, F1 көбейтілген H1 тең болады, F2 көбейтілген H2 деп алсақ болады. Кейбір есептер шығарған кезде, мысалы, үлкен ауданға, үлкен поршынға F1 күш түсті, ол осынша сантиметрге төмен түсті. Кішкентай поршынға осындай күш түсті, ол сонда қанша сантиметрге жоғары көтеріледі деп сұрап жатса, осы формуланы қолданып кетсек болады екен. Енді осы тақырыптарға арналған бір-екі есептер қарастырайық. Ең бірінші қарастыратын есебіміз номері 49. Гидравликалық престің кіші поршыніне түсірілетін күш 400 ньютон, ал үлкеніне түсірілетін күш 36 килоньютон деп айтып жатыр. Осы престің күштен беретін ұтысы қандай дейді? Енді кішкентай поршынға 400 ньютон күш әсер етеді. Үлкен поршынға 36 мың ньютон әсер етеді. 36 килоньютон деген 36 мың ньютон. Демек күштен қанша есе ұтыс беріп жатыр? Сонда біз
кішкентай поршня 400 ньютон күшпен ғана әсер етіп, үлкен поршня әсер еткен 36 килоньютон күшті теңестіріп ұстап тұрық. Сонда біз күштен қанша жетеміз десек, екі күшті бір-біріне бөле саламыз. 36.000-ды 400-ге бөлеміз. Демек біз кішкентай поршня 900 есе аз күшпен ұстап тұрық қой. Демек күштен 900 есе ұтамыз деп айтады екен біз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Гидравликалық престің кіші поршынның ауданы 5 метр квадрат, ал үлкеннің ауданы 500 метр квадрат. Осы престің күштен беретін ұтысы қандай деп сұрап жатыр. Енді кішкентай поршыны 5 болса, үлкеннің ауданы 500 болса, үлкеннің ауданы кішкентайдың ауданынан 100 есе үлкен екенін көріп тұрмыз. Демек, бұндай пресс күштен 100 есе ұтыс береді деп айтамыз. Так, ары қарай 51. Гидравликалық престің кіші поршынына 200 ньютон күш әсер етеді дейді. Егер кіші поршынның ауданы үлкеніне қарағанда 25 есе кіші болса, үлкен поршынға қандай күш әсер етер еді деп сұрап жатыр. Осыны берілген жазып алайық. Номері 51. Сразу шығара салуға да болады, 225-ке көбейте салуға. Бірақ шығару жолын жазып көре салайық. Кіші поршынға 200 ньютон күш әсер етеді. Сонда F1 деп қояйын. Кіші поршын F1 боласасын, сонда 200 ньютон әсер етсін. Үлкеніне қарағанда 25 есе кішкентай. S1 тең болады. S2-ден 25 есе кішкентай деп жатыр. Үлкен поршынға әсер ететін күшті тап дейді. F2 белгісіз. Формула F2 бөлінген S2 тең болады. F1 бөлінген S1. Так. Енді не істейміз? Бұл жерде мына формуланы S1 тең S2 бөлінген 25-ті көбейту ретінде алған жақсы. Негізінен бөлуге қарағанда көбейту оңайлылар. Осымен шығаруға да болады, бірақ бөлшектің астында бөлшек жасағанша, одан да мына жерде S2-ні тапсақ, 25 мына жаққа барып көбейтіледі тағын. S2 деген ол 25 S1-ға тең. Сол үшін S2-ні орнына апарып мынаны қой жерсек, сонда F2 бөлінген S2-нің орнына 25 S1 тең болады. F1 бөлінген S1 болады да, мына 25 S1-ді ар жаққа көбейтсе жасаламыз. Мына жақта үстіне шығып қойды. Сонда F2 тең болады. F1 көбейтілген 25 S1 бөлу S1 болады. S1-лар қысқарады, сонда F2 тең болады. 25 көбейту F1 жазамыз. Енді санды әріптің алдына жазған дұрысырақ. 25 көбейтілген F1. F1 бізде қанша еді? 200 қойда. Сонда 25 көбейту 200. Так, 25-ке көбейтсек 50, 2 0 бар. Сонда 5000 ньютон болып шыға келеді екен. Сонда 5 килоньютон деп айтсақ болады. Сонда Е жауабын дұрыс деп айтамыз 51-ші есепте. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 52. Егер кіші поршынның ауданы 1,12 метр квадрат, үлкен поршынның ауданы 1440 метр квадрат, кіші поршынға әсер ететін күш 1000 ньютон болса, гидравликалық көтергіштің көмегімен көтеруге болатын дененің массасы қанша килограмм деп сұрап жатыр. Берілген жазып қояйық. Номері 52. Кіші поршынның ауданы, енді бірінші бергесін S1 дей салайын, 1,12 метр квадрат. Үлкен поршынның ауданы онда S2 болады, 1440 метр квадрат. Так, кіші поршынға 1000 ньютон күш әсер еткен. Кішкентай поршын мен S1 деп белгіледім ба? Демек, кішкентай поршынға әсер ететін күшті F1 деп белгілеуім қажет. 1000 ньютон. Енді үлкен поршынның үстінде демек қандай да жүк тұр. Оның массасы M. Осы M белгісіз. Енді үлкен поршынға әсер ететін күш F2 ол неге тең? mg-ға тең деген сөз. Сонда F2 күш, үлкен поршынға әсер ететін күш, ол mg-ға тең. Сол дененің ауырлық күшіне тең болады демек, үстіне зат тұр ғой. Енді мен жазам F2 бөлінген S2 тең болады F1 бөлінген S1. F1 бөлу S1 тең F2 бөлу S2 деуге де болатын еді, бірақ маған именно F2 керек болып тұр ғой, сол үшін пока оны сол жаққа жазған түрім осы. F2-ні орнына апарып mg-ді қой жерге саламын. mg мында қойыла салады. Сонда mg бөлінген S2 тең F1 бөлінген S1 деп алсақ болады. Енді осы жерден g-ді бер жаққа өтсем S1-ның қасына түседі. S2-ні бер жаққа өтсем F1-дің қасына шығады үстіне. Сонда не шығады? M тең болады. F1 бөлінген S1 тұрған. G бер жаққа түседі астына. Бер қарай өтсе. S2 бер қарай өтсе үстіне шығады. S2. Болды. Осы жерден массаны таба саламыз. M тең болады. F1 1000 ньютон. 1000 көбейту S2 1440 бөлінген S1. S1 қанша? 1,12 көбейту G 10 тең.
Енді оны калькулятормен шығара салайын. Так, астында мына жақта 12 шығады. Сонда 1440-ты 1440-ты бөлемін 12-ке. 120. Мына жерден 120, оны 1000-ға көтеріп салайық. 120 мың килограмм. Егер бұл тоннамен айтатын болсақ, 120 тонна шығады екен дейміз. Так, бұл бізде 52-ші есеп. Д жауабы 120 тонна шығады деп айтамыз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 56. Көлденең қималары әртүрлі екі қатынас ыдыстар сумен толтырылған. Олар поршынмен жабылған. Жіңішке ыдыстың көлденең қимасының ауданы кең ыдыстыкінен 100 есе кішкентай дейді. Кіші поршынге салмағы 10 ньютон жүк қойылды. Егер жүк тепе-теңдікте болу үшін үлкен поршынге қойылатын жүктің салмағы қандай дейді. Поршындардың салмағын ескермейміз дейді. Бұл да уже түсінікті. F1 бөлу S1 тең F2 бөлу S2-мен шығады. Демек, үлкен поршынның ауданы кішкентай поршынның ауданынан қанша есе көп болса, демек үлкен поршынге де сонша есе көп күш түседі. Сонда бізде кішкентай поршынге 10 ньютон ғана күш түскен. Бүйтіп қояйық, мынау бізде кішкентай поршын, мына жерде үлкен поршын. Мына кішкентай поршынға түскен күшіміз F1 дей салайық. 10 ньютон ғана. Бірақ мынаның ауданы S1, S2-нің ауданынан 100 есе кішкентай. Демек, мына ауданнан 100 есе көп па? Демек, мына ауданға түсетін күш те мына F1-ден 100 есе көп болу керек. Сонда мына жаққа түсіп жатқан F2 күшіміз как раз 100 F1-ге тең болып шығу керек. Уже түсінікті пропорциядан, не? Мына аудан қанша есе көп болса, солай. Сонда біз 100-ді апарамызда 10-ға көбейте саламыз. Сонда F2 тең болады 100 көбейтілген 10 ньютон тең болады 1000 ньютон шығады. Не болмаса 1 килоньютон деп айтсақ болады екен. Как раз бізде жауабы сол Б жауабы дұрыс болады. 1000 ньютон деген сол 1 килоньютон деген сөз. 1 килоньютон деген жауапты дұрыс деп айта саламыз. Ары қарай келесі есепке көшеміз. Келесі есебіміз номері 60. Кіші поршынның ауданы 10 см квадрат. Үлкен поршынның ауданы 0,1 метр квадрат. Массасы 1000 килограмм автомобильді гидравликалық көтергіштің көмегімен көтеру үшін кіші поршынға түсірілетін күш қандай болады деп сұрап жатыр. Берілген жазып алайық сразу. Номері 60. Кіші поршынның ауданын S1 деп белгілеп қояйын. 10 сантиметр квадрат. Енді осы жерде мынандай проблема бар. Кіші поршынның ауданы сантиметр квадратпен берген, үлкен поршынның ауданы метр квадратпен берген. S2 бізде 0,1 метр квадрат. Біз екеуін де бірдей өлшемге келтіру керек. Енді желательно метр квадратқа келтіре салған дұрыс. Сол үшін 10 сантиметр квадрат деген ол қанша? 10-ның өзін жазып қоямын. 10 сантиметрдің квадратында 10-ның минус 4 дәрежесі метр квадрат бар. Жалпы сантиметр деген ол 10-ның минус 2 дәрежесі метр ғой. Санти деген ол 10-ның минус 2 дәрежесі деген білдіреді. Енді бізге сантиметрдің квадраты керек, сол үшін оны квадраттаймыз. 10-ның минус 2 дәрежесін квадраттағанда 10-ның минус 4 дәрежесі шығып кетеді. Метр квадрат. Арғай оны ықшамдай беруге болады, пока осылай қала берсін. Енді бізге айтады, 1000 килограмм автомобильді көтеруіміз керек. Демек, автомобильді қайда қоямыз? Кішкентай поршынға қоямыз, үлкен поршынға қоямыз. Соны ойланамыз. Автомобиль ауыр ғой, ауыр затты үлкен поршынға қоямыз. Сол үшін S2 ауданға қоямыз. Сол үшін оны бізде М2 деп жаза берейін, пока өткен. 2 деп шатас қалмайға. М дей салуға да болады просто. 1000 килограмм. Еркін түсуде G бізде 10-ға тең деп жуықтап ала береміз. Сонда бұның салмағы қазір бізде 10.000 ньютон шығайын деп тұр ғой F2-міз. Так, енді кіші поршынға түсірілетін күшті табу керек. F кіші поршын бізде F1 болады. Сонда F1 белгісіз деп айтамыз. Сонда F1 бөлінген S1 тең болады. F2 бөлінген S2 болады. F2 как раз бізде мынау болып шығады. F2 деген ол как раз mg болып шығады екен. Сонда m2g дедік. Массаны m2 деп белгілей салдым мен. Осына кеп мұнда қоямыз. Сонда F1. Так, бүйтейін да. Сразу S1-ді ар жаққа көшірейін. S1 ар жаққа көшеді. Сонда F1 тең. S1 ар жаққа көшті, үстіне шықты. F2-нің орнына мен сразу m2g-ді жазып жібере салайын. m2g бөлінген S2. Болды, осыны шығара саламыз. F1 тең болады. S1 10 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі. Осылай жаза берейін пока. 10 көбейту 10 минус 4 дәрежесі. Метр квадрат. S, так, M2 енді. M2 1000 килограмм. 1, 2, 3 көбейту G. G менде 10-ға тең.
Так, бөлу S2. S2 бетінде 0,1. 0,1 метр квадрат тең. Енді бүйтеміз, значит, 10-ның минус 4 дәрежесі бар. Мына жерде 10-ның нөлдері бар. Мына 1, 10. Так, мұнда 3 нөл бар, мұнда 1 нөл бар. Мына 10-ның 4 дәрежесін береді. 1000 көбейту 10. 10 мың. 10 мың деген 10-ның плюс 4 дәрежесі. Мына 10-ның минус 4 дәрежесімен қысқарады. Мынаны мыналармен қысқартып жіберсем, үстінде 10 қалады, астында 0,1 қалады. 10-ды 0,1-ге бөлсем, менде 100 шығады екен. 100 ньютон. Сонда кішкентай поршынге мен 100 ньютон күшпен әсер етеді екен деп айтамын. Ары қарай келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз номері 62. Гидравликалық престің кіші поршыны 500 ньютон күштің әсерінен 15 сантиметрге төмендейді. Ал үлкен поршын 5 сантиметрге көтеріледі. Ол үшін үлкен поршынге әсер ететін күш қандай деп сұрап жатыр. Берілген жазып қоя салайық. Номері 62. Кішкентай поршынға әсер ететін күш. Енді бірінші беріп қойған соң F1 деп ала берейін. F1 менде 500 ньютон. Ол 15 сантиметрге төмендейді. Демек, H1-ді беріп қойған 15 сантиметр. Ал үлкен поршын 5 сантиметрге көтеріледі. H2 тең болады 5 сантиметр. Ол үшін үлкен поршынға әсер ететін күш қандай деп сұрап жатыр. F2 белгісіз. Біз жаңа ғана айттық, кішкентай поршыны 15 сантиметрге түссе, ол көлемнің формуласы қандай? S көбейтілген H қой. Енді сен мынаның өзгерген биіктігі 15, мынаның өзгерген биіктігі 5, мынау мынадан 3 есе көп. Демек, мынаның ауданы мынаның ауданынан 3 есе көп дегенді білдіреді. Болмаса, сразу мына формуласы саламыз. F1 көбейтілген H1 тең болады F2 көбейтілген H2-ге салып жіберсек, осы жерден F2-ні табамыз. F2-ні табу үшін H2-ні бері қарай өтсек, бөліміне түсіп кетеді. Сонда F2 тең болады F1 көбейту H1 бөлу H2 деп шығара саламыз. F1 бізде 500, H1 15 сантиметр. Мынауда сантиметр сөйтіп, сантиметрлер қысқарады бәрібір. H2 5 сантиметр. 15 пен 5-ті қысқартамыз. 3, 500-ге өтеміз. 1500 ньютон. Демек, уже көріп тұрмыз. Үлкен поршын қанша есе аз биікке көтеріледі, демек, оған сонша есе көп күш түскен деген сөз. Сонда үлкен поршынге 1000 ньютон күш әсер еткен деп айтамыз. Енді оны бізде килоньютонмен беріп қойған, 1000 ньютон деген жоқ. Сол үшін 1000-ға бөліп жібереміз, 1,5 килоньютонға тең деп айтады екенбіз. Ары қарай келесі есепке көшейік. Соңғы есебіміз номері 64. Гидравликалық престің ауданы 2 метр квадрат, кіші поршыны 200 ньютон күштің әсерінен 16 сантиметрге төмендейді. Үлкен поршының ауданы 8 метр квадрат. Осы жағдайда жүктің көтерілген биіктігі қандай деп сұрап жатыр. Енді кіші поршының ауданы беріп қойған, номері 64. Так. S1 2 метр квадрат. Оған F1 200 ньютон күш әсер еткен. Және оның арқасында ол 16 сантиметрге төмендеген. H1 16 сантиметрге төмендеген. Үлкен поршының ауданын S2 деп белгілеймін. Ол 8 метр квадрат. Осы жағдайда жүктің көтерілу биіктігі қандай деп мұны H2-ні тап деп сұрап жатыр. Біз жаңа айттық, сұйық сығылмайды гидравликалық престе. Бір жағының ауданы қанша есе көп болса, оның көтерілетін немесе түсетін биіктігі сонша есе көп болады. Мысалы, қанша есе аз болса мына аудан, оның көтеріліп түсетін биіктігі сонша есе көп болады. Сонда бізде мынау бізде қанша? S1 деген мына жер, мына кішкентай аудан, S2 деген мына үлкен ауданымыз. Мына кішкентай аудан 16 сантиметрға төмен түскен кезде, 16 сантиметрға төмен түскен кезде, мынау қанша сантиметрге көтеріледі деп сұрап жатыр. Біз уже сұйықтың сығылмайтынын білеміз, сол үшін S1 көбейтілген H1, мынау көлемінің формуласы V тең S1 H1. Екінші сұйықтың көлеміне тең болады. S2 көбейтілген H2 деп жіберсек болады. F1-ді пайдаланбай қойсақ та болады дәл осы жерде. Былайша айтқан кезде мына ауданнан қанша есе көп болып тұр? 8, ол 2-ден 4 есе көп. Демек, үлкен ауданның көтерілетін биіктігі 4 есе азғантай болып шығады деп айтамыз. Сонда H2 тең болады. S1 көбейту H1 бөлінген S2. S1 қанша? 2. 16 сантиметр мынау 2 метр квадрат, S2 8 метр квадрат. Қысқартамыз, 2-ні 16-ға өтеміз. 32, 8-ге бөлеміз, в общем 4 шығу керек. 4 сантиметрге ғана көтеріледі екен деп айтамыз.
Осымен гидравликалық пресс тақырыбына арналған есептеріміз аяқталды.